Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін тіл және сөйлеу тақырыбын өтетін боламыз. Бүгін сөйлеу дегеніміз не екенін түрлерін білетін боламыз. Ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшеліктерімен танысатын боламыз. Бірінші тапсырма сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Бірінші сөйлеу не үшін қажет? Екінші ол не арқылы жүзеге асады? Екінші тапсырма өлеңді мұқият тыңдап сұраққа жауап бер. Сұрақтары ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Ойыңмен бөліс. Үшінші тапсырма мәтінді түсініп оқып көшіріп жаз. Және де соңғы екі сөйлемге сұрақ қойып жауап беріп көр. Төртінші тапсырма суреттерге қара, оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлерін ажыратып көріңіз. Бесінші тапсырма өлеңді жатқа жаз, сұрақтарға жауап бер. Атам мені қуантты, маған берді, құлақ берді, жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешем болды бұнысын. Атасы құлақты не үшін берді? Екінші шешем болды деген сөйлеу қай әрекетке қатысты? Алтыншы тапсырма өз үйшігіне кіргіз тапсырмасы. Үйге тапсырма күз мезгілі бейнеленген суреттерге бөліктеріне зер салып қара. Осы суреттер бойынша үш сұрақ құрастырыңыз.